Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тоғжанов Қарнауға жолданады. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында қолжетімді және сапалы білімге көңіл бөліп, үкіметке санитарлық талаптарды сақтай отырып, күндізгі оқытудың дәстүрлі түріне оралу тәртібін ойластыру қажеттігін тапсырған болатын. Бұл әсіресе орта білім беретін мектептер үшін өте маңызды. Әлемдегі пандемияға байланысты елімізде мектеп оқушылары мен студенттердің басым көпшілігі қашықтықтан оқуға көшті. Бұл режимде оқу процесі мүлдем басқа стиль және мазмұнды талап етеді. Сапалы білім дәстүрлі сабақтарды, оқушылардың мұғалім және сыныптастарымен болатын қарым-қатынасты қажет ететіні анық. Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда 7184 мектеп жұмыс істейді. Оның 5736-сы, яғни 80%-ға жуығы ауылдық жерлерде орналасқан. Бұл мектептерде жалпы оқушылардың 46% оқиды. Ауыл мектептерінде оқу жабдықтарының жеткіліксіздігі және жоғары технологиямен білім беру мүмкіндігі төмен екендігі бәрімізге белгілі. Мысалы, 2019 жылғы оқу жетістіктерін сырттай бағалау нәтижелері қалалық және ауылдық оқушылар арасындағы білім беру сапасының орташа есеппен 8 балға алшақтықты. Ал 2018 жылғы PISA нәтижелері қала мен ауыл арасындағы білім сапасындағы 22-ден 37 балға дейінгі алшақтықты анықтаған. Сонымен қатар, ауылдық жерлерде интернет сапасының төмен болуы, карантин кезеңінде мектепте онлайн режимде сабақ өткізу өте қиын екендігін көрсетті. Және бұл басты себептердің бірі болып отыр. Жыл сайын ауыл мен қала оқушылар арасындағы білім сапасы бойынша мәселе көтеріліп келеді. Қашықтан оқыту бұл мәселені одан әрі алшақтатуы әбден мүмкін. Бізге қашықтан оқыту процесі енгізілген күннен бастап, еліміздің барлық өңірлерінен 5-ден 11 сыныпқа дейінгі оқушыларды дәстүрлі оқытуға жіберу туралы ұсыныс хаттар түсуде. Соның бір дәлелі ретінде әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитеті мүшелерінің Семей қаласы мен Абай ауданында жұмыс сапарындағы кездесуде мектеп мұғалімдері мен ата-аналар санитарлық нормаларды сақтай отырып, барлық ауылдық мектептерді дәстүрлі оқуға көшіруді ұсынды. Ауылдағы балалардың қарым-қатынас ортасы қалаға қарағанда қауіпсіз деп отыр. Себебі ауылдың тыныс-тіршілігі мен табиғи ортасының ерекшелігін ескеру керектігін атап өтті. Біз бұл ұсынысты үкіметке жеткізуге уәделестік. Осыған байланысты бізді ауылдық жерде орналасқан қашықтықтан білім алатын контингенті 181-ден 600 адамға дейінгі мектептерге қатысты мәселе алаңдатады. Біздің ойымызша, қоғамдық көлікті қажет етпейтін елді мекендердегі осындай мектептерде санитарлық эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтай отырып, бірнеше ауысым арқылы штаттық режимде оқи алады деп ойлаймыз. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің күні кеше берген ақпаратында оқу жылының басынан оқушылар арасында COVID-19-дің 104 жағдайы тіркелген. Оның ішінде үйде отырып қашықтан оқитын балалар арасында 71 жағдай, мектеп қабырғасында кезекші сыныптарда оқитын 33 балада анықталған. Яғни, дәстүрлі оқудағы балалардың саны үйде отырып қашықтан оқитындарға қарағанда 2 есе аз. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, ауылда білім беру сапасын жақсарту мақсатында карантиндік шектеу шаралары және оларды кезең-кезеңмен жеңілдету туралы Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 15 тамыздағы 48-ші қаулысына 181-ден 600 адамға дейінгі контингенті бар, балаларының саны бір сыныпта 15 оқушыдан аспайтын ауылдық жерде орналасқан мектептердің жұмыс істеуін кезең-кезеңмен шешу бөлігінде өзгерістер енгізуді сұраймыз. Құрметпен депутаттар Нұхұлы, Бақтиярұлы, Төреғалиев, Жұмағұлов, Жүсіп, назарларыңызға рахмет.